Каспий Голд деген қазір актуальный болып тұр ғой. Осы туралы бір тема айтып өтейік. Келесі жылдан бастап, 2024-тен бастап, яғни физлицалар, қарапайым адамдар дайындалуымыз керек. 2024-тің периодын 25 тапсырамыз. Сол үшін дайын болайық. Счеттарымызға ақша қабылдауды қояйық. Жылына бізге береді 100 адамнан период қабылдау. Артық период қабылдайтын болсаңыз, өзіңіздің Каспий Голдыңызға налоговый сіз шақырып алады. Түсіндіруді сұрайды бәрін. Егер де сіз базарда көкөніс сатып, болмаса басқа нәрсе сатып, әлі күнге дейін Каспий Голдпен қолданып жүрген болсаңыз, қалай болғанда сіз доказать ете алмайсыз. Сіз айта алмайсыз. Қонаққа берді, қарызымды қайтарды. Күніне 1000 адам әртүрлі 4598 теңге деген қарыз қайтармайтын шығар сізге енді. Круглый сумма қайтарады кім болса да қарызды. Тояна берсе де круглый сумма 10 000 20 000 теңге береді. Сондықтан соларды ретке алыңыздар. ИП ашыңыздарда розничный налог деген бар қазір. Тоже баяғы упрощенка 3% налог төлейсіз. Мемлекет бәрі жағдай жасап жатыр біз үшін. Соны ғана төлеңіз. Ертеңгі күні штрафқа ілінетін болсаңыз 15%-ға төлейсіз. Оборотыңыздан ойлаңызшы, сіздің бір жылдық оборотыңыз егер 100 миллион немесе 50 миллион болатын болса, 50 миллионның 15%-ын төлейсіз. 50 миллионның 15%-ын төлеген дұрыс па, әлі 50 миллионның 3%-ын төлеген дұрыс па? Есебін өзіңіз көріңіз.